Navruz tuğralı аңыз. Ерте заманда қазақ елін әлсін әлі жау шауып, ел бірде олай, бірде бұлай ауып, мал жандары қырылып, ел басына ауыр күн туыпты. Сондай қайғылы да қасіретті жылдың бірінде Наурыз деген қария өзіне қарасты елін бастап, жаудан қорғануға ыңғайлы малжанға жайлы қопалы аумақты қыстапты. Оңына басқанда сол жылы азаматтары шабуыл жасаған жауды жеңіп, малжандары қыстан аман есен шығып, ел жұрты мәре-сәре болыпты. Наурыз қария үлкен есепші астроном екен. Ол күн мен түннің теңелген, жер бетінің бұлсанған дәл 22 Наурыз күні ерте тұрып, елін аралап, бүгін ұлыстың басталар күні, күн мен түннің теңелген, бота боздап, қой қозылайтын қасиетті күн. Жан-жануар өсімдіктердің өсіп өнетін, жер анадан қуат алып, ерекше күйге енетін күн. Сондықтан барлық үй той жасаңдар. Бұдан былайғы атар таң көрер жылдарымыз бүгінгідей қуаныш мерекемен басталар болсын. Ұрпақтарымыздың көңілін қайғы қасірет торламасын, деп әмір беріпті. Сонда қарияға кемпірі, «Әу чал, еліңе арықшылық уақытта той жасар едің. Қыстан қысылып әрең шыққан жұрт тойды несімен жасайды», деген екен. Оған қарт күліп, той қызығы байлықпен қарын тойдыруда емес, қайта көңіл көтеріп рухани азық алуда. Көппен бірге көңілді отырып ішкен бір ұрттам қарасумен бір аяқ көженің нарқы есерлікпен өткізген 40 күндік сауықпен 40 жыл жиған байлықтан артық. Ал енді кемпір, сенде отырмай қабылның түбін қақ, депті. Қаттан бір кәрі жілікпен бір неше кесек ет шығыпты. Оны көрген қария кемпірін мақтап, «Жарайсың кемпірім, төп-тура бір тойдың етін сақтапсың, дереу қазанға сал, қазанның 4 құлағына 4 жапырақ май қой. Оның біреуін пысқанда өзің же, біреуін үлкен балаңа, біреуін күйеу балаңа, біреуін немереңе бер. Кәріжілікті қарияларға тарт, қалған еттерді турап көжеге салып жібер, және көжеге арпа, бидай, тұз, қатық сияқты 7 түрлі дәм қосылсын. Бабалар дәстүрін жалғасын. Дән өсіп, өркендеуіміздің белгісі болсын. Су мен тұз, ұрпақтарымыздың дән тұздары жарасып, мәңгі тату тәтті өтуіне дәнекер болсын. Айран қатық, айранда үйіп, басымыздың өмірлік бір болып, ақ көңіл адал ниетте болатындығымыздың куәсі болсын. Ал қазан құлағына қойып пісірілген 4 жапырақ май, 4 түлігіміз сай, бай бақытты тұрмыс кешіруіміздің өмірлік бастамасы болсын. Бүгінгі осы той тамағынан дәм татқан үлкен кіші кәрі жасқа түгел бір жас қосып, осы той әрзілі дәл осы күні әрбір отбасына міндетті түрде өткізіліп отырсын, деген екен. Сөйтіп Наурыз қарттың елі қаптымда қалған еттерін түгел қазанға салып, ұлан асыр той жасап, жадап жүдеген көңілдерін көтеріпті. Ел қарияға алғыстарын жаудырып, той қызығын әлденеше күнге жалғастырыпты. Әне-міне дегенше жаз шығып, күз келіп, көзді ашып жұмғанша қыс өтіп, тағы бір көктем келіпті. Ел жұрт Наурыз қарияның ұйғарымы бойынша көктем тойына ерекше әзірленіпті. Қария бұл рет жан-жаққа ат жаптырып, тойға маңайындағы алыс жақын елдің бәрін шақырыпты. Тойға шақырушының бір алаша ханға барып, «Тақсыр, сізді ауылымызда өтетін тойға шақырып келдім», депті. Хан одан, «Оу, бұл қай уақытта жасалған той? Той деген жаз бен күзде жасалмаушы ма еді? Ол кімнің тойы?» деп таңдана сұрады. Тойға шақырған жігіт не дерін білмей сасқалақтап,
Navruz деген қарияның тойы, Навруздың тойы деген екен. Сол күні ауа райы аса жайлы болса керек, хан шапанын жамылып далаға шыққан екен, төбесінен қиқулап қаздар ұшып өтіпті. Көзіне дала төсінде тебіндек келе жатқан жасыл өркендер шоқтай басылыпты. Сонда хан көкірегін кере дем алып, ол бір өміршең өлмес той болып, ғасырдан ғасырға жалғасқалы тұр екен, деп сүйіне тіл қатыпты. Сөйтіп сол той, Наурыз тойы, жеті дәмді біріктіріп жасаған көже, Наурыз көже, той өткен ай, Наурыз айы аталып кетіп.